Короче, мына жақта әңгіме жесткий болып жатыр бар ғой. Мен 481 мың подписчигім болыпты. Енді 19 мың, всего лишь 19 мың. Адам қосылса мен 500 мың болады екен. 500 мың. Болған жоқпыз әлі. 19 мың адам, пожалуйста, қосылсаңыздар. Поддержите маму, поддержите маму. Поддержите маму, пожалуйста. Семьялармен не болып көріпсіңдер ғой. Камера қоссаңдар, қарқаларың ұстап көтемін. Сондай бар енді. Айтшы қосылсын 19 мың. Иә, құрметті оқырмандар. Зухраның контентін тығылып сығалап қарап жүрген жандар, менің жанымның инстаграмына қосылыңыздар, өйткені алдағы уақытта бізде мықты контенттер бар. Мен осы Зухраның инстаграмын әдемі қылу үшін жақсы сценарийлер жазып жатырмын. Сол үшін соларды көру үшін, содан қапы қалмас үшін, бірінші болып көру үшін жазылыңыздар инстаграмына. Тіркелдеш? Тіркеліңіздерші, пожалуйста, 19 мың ғой всего лишь. Ләлә ғой, ләлә. Ботаға всего лишь 1000 адам керек екен, 600 мың болу үшін. Ботаға да не әкелдің? Ауыз көзіп келдің саған. Не үшін әкелдің оны? Өлә, өзің сұрап алдың. Жоқ, махаббат күніне әйеліне арнап Наурыз көже алып келді. Наурыз көжені бағана ішіп алғам, сонда да ішейін деп жатыр мына жерде. Тоқай досы. Тоқай мен Ботаны таныстырып жүреміз ғой деймін. Ортада махаббат орнатып мына жерде. Аты сондай оны. Ана Тоқай бар, білесің бе? Қасым Жомарт Тоқай, екінші досым Тоқай. Ойнапсың бала. Біреу Қасым Жомарт Тоқай, екінші досым Тоқай. Тағайта Наурыз көже ішіп қоймай жатырмын мен. Алматы, қайырлы таң. Бүгін біз тренировка жасап бастадым. 2 күн ба істемей қалған болатым, қайттан кірісіп жатырмын. Ауа райы деген өте тамаша болып келе жатыр. Бүгін күн ыстық болатын сияқты кәнеға дене қыздырып жүгіремін, и потом осы жақта качка істеймін. Ал мына менің түрім. Кеше келіп тез ұйықтап қалдым, ерте ұйықтап қалдым. Сонымен примерно бір 8 сағаттық, 9 сағаттық ұйқы болды. Кайф болды үшін. Я, құрметті достар, көптеген адамдар маған сұрақ қояды, не үшін машина алып алмайсың, не үшін әркімді бір арқалап жүресің, ақшаң жоқ па деген сияқты. Аллаға шүкір, менде ақша деген жетеді. Бір машина алып алуға ақшам бар шүкір. Бірақ та мен ол машинаны алып алғаннан кейін ары қарай не істеймін сонда? Таксовать етіп жүрем ба, жоқ әлде не істеймін? Машинаның ішінде қонам ба деген сияқты нәрсе да. Мысалдан MacBook'ты, ноутбукты мен 560 мың теңгеге алдым. Бұл iPad компаниясының мықты модель деп айтсам болады. Және де мен басқа нәрселерге деген шектеуліктерім болады да. Мен таксимен жүремін, мысалы ішінде отырып телефон арқылы, MacBook арқылы біраз жұмыстарды, біраз шаруаларды бітіріп тастай аламын. Сөйтіп ақша таба аламын, сөйтіп нан таба аламын, әнге, тағы да басқа жүріп тұрғандарыма барлығына ақша кетеді да. Оның барлығы маған инвестициядан алып келетін нәрсе. Мен пока что ақша үшін жұмыс жасаймын дәл қазір. И потом ақша кейін мен үшін жұмыс жасайды. Сол кезде машинаның көкесін көрсетеміз. Мына бұзық баланы қараңыздаршы, азанмен болғанда сағат 11 болды. Сотканы бер дейді. Бермеймін. Ойлап тұрғым мен сотканы береді деп күтіп тұр. Но мен бермеймін. Бермеймін сотканы. До конца же объяснит. Чып. Шығар деп жылап тұр. Ашпаймын. Оға түсірем кетпей. Мына жігіт жаңа кетіп баратыр, мені сүймейші. Сосын айтты, неге мені сүймей кетіп барасың десем, сүйейін деп жатыр. Сосын мен айттым, мені сүйгеннен кейін мен сені сүйгенімді қаламай қалдым деп. Айтқаннан кейін сүйген не ол? Айтқызбай сүймей ма? Сосын еще маған кеше ешқандай сүйгір жасаған жоқ. Неге жасалмадың сен? Мен саған тағдырдың берген сыйымын ғой. Сен маған айтасың ғой, 14 февраль біздің күн емес, біздің күн қозы көрпеш баян сұлу деп. Баян сұлу мен қозы көрпеш не қылдың сен? Кеше ұтып бердің ғой сыйлық кеше. Кет шығару қосақ берген сыйлық қой. Сен не бердің? Ұтып бере алмады ғой, сөйтіп басқаның күйеулері. Саған ұтып бердің ғой. Хаму Айбек сендерге прямой не ғой мынау? Камень баш огород. Мойындайсың, и так мен кеше мойындап тастағанмын ғой. Ой бая. Сен өзіңді маған дым сыйламағаныңды мойындайсың ба? Сыйладым ғой, алдым ғой кеше сыйлық бердім. Ондай сыйлық емес, маған басқа сыйлық керек. Қандай сыйлық керек? Неге сен маған кеше мен ойладым, сен маған эфирда гүл сыйлайтын шығар деп. Қойшы әкеп берем деген қызық емес уже. Сен тегін зор емес. Не істейсің енді? Маған алтын сыйлашы. Осы сен бүйтіп алтынды бір 2000 теңге деп ойлайсың ғой дейме? 20 мың теңге деп ойлайсың ба алтынды? Ақшам жоқ қой не? Ақшам жоқ, мен жағдайым нашар. Кеше қосылақта отта отыр едің ғой, жағдайым күшті. Топас бір емес, екі үй тұр ғой мойнымызда. Кеше мақтанып отыр едің ғой.
Жоқ, алып берші бір үй нәрсе. бітсін сосын аласың алып. Онда маған алтын емес, маған камера керек, ботанкіндей. Онда камера сыйлашы маған. Сен деген соң ба камераң 600 мың теңге тұрады. Боласың просуңда бір камера жағдай болсың ба? 620. 620 мың теңге тұрды ал қайдан аласың 620 мың теңге? Сен табасың ба жан? 620 мың теңге оған жұмсағанша лучше үйдің бір нәрсесіне жұмсайық та. Сен аласың. Сонда мен ешқандай сыйлық алмаймын ба не? Гүл әкеліп беремін қазір. Қойшы гүл керек еме. Гүл керек. Онда басқа сондай гүлге примерно келетін нәрсе соны әкеліп беремін. Жаным, мен алып бермеймін саған, 600 мың, 700 мың ештеңе алып бермеймін, серьезно айтамын саған. Үй бітпей алып бере алмаймын ештеңе, 2 үй тұр мойнымызда. WhatsApp-қа жазып жібер. Камера аламай алдым ма? Не істеймін? Әпермеймін деп атыр. Жыныма тиіп кетіп баратыр, қараш. 14 етім сыйламады маған. Не істейміз? Махаббат күнін просрали. Ешқандай сыйлықсыз. Мен оған ұл тудым. Шекесі торсықтай. Тем ашуланып отқанына жақта. Сыйлық ала алмай қалдым, жыным кеп жатыр. Короче, әңгіме мынандай ғой. Ойбай, баланы жауаптырына жетім. В общем, кеше түнде Бексұлтан үйге келдік қой, енді хамолар барлығымыз отырғаннан кейін, эфирдан кейін. Не болды? Не болды? Не жылайсың? Шекесі торсықтай ол. Алабас. Алабас шылап жатыр, мына жерде тоқтай тұрыңыздар. Басын қараңыздар. Мен күшті мамамын ғой. Күшті мамамын, шашын капец қылып алып салған ғой. Еще памперс алсақ кеше МК деп алған ғой. Сөйтсем МК деген дәу екен ғой, касы. Әлі СК киеді екен ғой. Осындайым бар енді, мен қазір тоқтаңыздар, әңгіме айтып беремін. Үміттеніп қалдым ғой кеше. Түнде, короче, жолда келе жатқан кезде Бексұлтан айтады, машинаның чек жанып тұр, аккумулятор дұрыс істемей жатыр, мен қазір аккумулятор жөндетіп келемін дейді. Сосын былай қараймын, чек жанып тұрған жоқ, аккумулятор жанып тұрған жоқ. Бұл сылтауратып маған сыйлық алып келейін деп жатыр деп примерно сөйтіп ойлап қаламын ғой, дәмеленіп. Сонымен бұл кетеді. Сосын келеді. Сыйлық жоқ. Үйде кеше мама болған, мама кішкене жөтеліп ауыр қапты да. Сосын ойладым, может енді мамасының көзінше бергісі келмей тұрған шығар дедім да. Кеше үндемедім, бүгін беретін шығар деп ойлағам ғой. Сөйтіп бағана сұраймын ғой, сен кеше машинаңды точно аккумуляторын ауыстырдың ба десем, я ауыстырдым дейді. Таста жоқ бүгін. Дым жоқ. Ойлағам ғой, инстаграмға салып мақтанам ба деп бір нәрсе берсе. Айтыңыздаршы, как-то обидно да. 14 февраль олар постоянно айтады. Біздің мейрамымыз емес, анау мынау қозы көрпеш баян сұлу күнінде дейді, қозы көрпеш баян сұлу күнінде де таста жоқ.